Еркек дейді, ата тегімен еркек болмайды дейді. Еркек өзінің істегенімен, дәлелдегенімен еркек болады дейді. Өзің не істедің, соған қара. Дұрыс, атаң істеп кетті, әңгіме жоқ кезінде, енді сен не істеп жатсың, соған қара дейді. Әр қайсыңыз дүниеге келдіңіздер ма? Барлықтарыңыздың өмірде алатын орындарыңыз бар. Орныңыз жоқ болса егер, онда бұл дүниеге келмейтін едіңіз. Құдай тағала сізді бір немен жаратты? Бір миссиямен жаратты. Сол адам әркім өзі тауып алу керек. Басыңда ан жаққа ұрып, солтүстіктен жел соқса оңтүстікке қарай ұшып, батыстан жел соқса шығысқа қарай ұшып кет, ондай емес. Және не істе дейді? Сол өзіңнің тапқан тұрақ жағы нәрсеңде, өзіңнің шамаң жеткен нәрсе, өзіңнің табиғатыңа сай келген нәрседе тұрақты түрде бол дейді. Тұрақтылық бұл не? Жетістікке, анау, как стать миллионером, бірдеңе, екінші болма, номер 1, любой, анау кітаптарында оқып алыңыздар. Любой кітапты оқы, соның ішінде не деп айтады? Жетістікке жеткен адамның 3 қағидасы деген кезде, бірінші тұрақтылық деп айтады. Оны солар айтып жүрген, оны пайғамбарымыз айтып кеткен, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Аллаға ең қатты ұнайтын амал аз болса да үздіксіз жасалған амал дейді. Соны бит-бит шығарып алған ғой енді олар. Шариғатта тұрған негізі бүкіл сұрақтың жауабы. Алламен шыншыл болсаң, Алла сені ақтап алады. Адамдармен шыншыл болып, Алламен қиянат жасасаң, Алла сол адамдардың алдына